Саламатсыздар ма оқушылар? Музыка сабағы 3-ші сынып 7-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы терме, нақыл, өсиет 31-ші бет. Сабақтың мақсаты музыкалық жанрлар мен стильдерді анықтау және ажырату. Оқушылар, кітабымызда берілген 1-ші тапсырмаға назар салайық. Талқылау, жанр түрлері. Суреттегі сахнада қандай музыкалық өнердің жанрлары көрсетілген? Терме жанры туралы не білесің? Ойланып көрейік. Жалпы оқушылар, терме атауы қазақтың ең асыл, ең мәнді нақыл, өсиет сөздерін теріп айту деген мағынаны білдіреді. Термені әуенге қосып айтады және оны орындаушыны термеші деп айтады. Әдетте термеші әуенді өзі таңдайды. Оқушылар, 2-ші тапсырмада берілген әнді орындайық. Жақсы адамның жалпыға жарқын болар қабағы, кеудесіне сыйғызар байтақ бір жатқан даланы. Жабырқаған жан көрсе оларға қамқор болады, еңбекке әркез ұмтылып уәдесінде тұрады. Осындай жақсы адамды көргендер мақтап жаралайды. Көңілі тар қызған шақ көре алмайды басқаны. Жабырқаған жан көрсе өз пайдасын ойлайды. Өтірік ұрылық алдаумен жаман жолды таңдайды. Айтыңдаршы өздеріңе, терме орындауда не байқадың? Оқушылар, терме мәтінінен адам бойындағы жаман мен жақсы қасиеттерді ажыратыңдар. Қалай ойлайсың? Термеде неге баса көңіл бөлінген? Әуеніне ме, әлде сөзіне ме? Термеде әндегідей қайырма кездесті ме? Бұл сұрақтар оқушыларға тәжірибе жүзінде термедегі ең басты нақылдық, өсиеттік сипаттағы сөздердің басымдылығын, терменің ән жанрынан айырмашылығын көруіне ықпал етеді. Термеде сыр өңірінің әуені алынған, әуені тез жатталады, орындауда қиындықтар келтірмейді. Әсерлі болу үшін термеде қысқа қайырма да қарастырылған. Оқушылар, музыка тыңдайық. Ата-ананың қадірі. Майлықожаның термесі. Майлықожа Сұлтан Қожаұлы 19 ғасырда өмір сүрген ақын жыраулардың ішінде өзіндік орны бар, артына мол мұра қалдырған ақын. Терменің мазмұнын ата-ананың балаға, ағаның ініге қамқорлығы қалай баяндалғанын көру және түсіну. Армысың аға жеңге, белестерім ақылшым маған.
Оқушылар, бүгінгі сабағымызға рефлексия. Мен не білдім? Нені үйрендім? Қандай тапсырма қиындықтар туғызды? Қандай тапсырма жеңіл болды? Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.